Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарақаттан желе сияқты дәмі ерекше болып шығатын тосап әзірлейміз. Ең алдымен қарақатты тазалап, бірнеше рет жақсылап жуып аламыз. Ыдысымызға 4 стакан қант және де 2 стакан су құйып, 10 минут қайнатып аламыз. Осындай сироп шығады. Осы сиропымызға 6 стакан бүтіндей қарақатты салып, тағы да 13 минут қайнататын боламыз. Қайнатып алған соң, біршама суытып алып, 1 стакан қант салып, жақсылап араластырып, банкіге жабамыз. Банкіге жауып салқын жерде сақтаған дұрыс. Мен осындай пластиковый ыдыстарға құйып, тоңазытқышқа қатырып тастадым. Қатыруларыңызға да болады осылай. Қалған қарақатты жуып, кептіріп, целлофановый пакетке салып, тоңазытқышқа қатырып алдым. Қысты күні морж жасағанға өте керемет ас болсын.